Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздерді өз каналымда көріп тұрғаныма өте қуаныштымын. Бүгін сіздермен самсаның түрі көп, соның бір ерекше түрі Бармуда деген қонақ келгенде ұялмай беретін самсаның түрін жасайтын боламыз. Ал бісмилля деп жұмысты бастаймыз. Ең алдымен самсаның қамырын жасап аламыз. Ол үшін 200 мл суға 1 жұмыртқа, 100 мл ертілген май, біраз қасық тұзды салып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін електен 500-600 грамм ұнды қосып, қамырды илейміз. Ұнды бірденнен қосып жіберуге болмайды, аз-аздан қосып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қамырды жұмсақ етіп илеп болғаннан кейін, оны тұндыруға қойып қоямыз. Ал енді біздің қамыр тұнғанша, оның ішіндегі фаршын жасап аламыз. Ол үшін 150-200 грамм ет, 400-500 грамм пияз, және де мен іш май және 1 картошка қосып жібердім. Және де бізге керек қара бұрыш, зіре, тұзды салып, жақсылап араластырамыз. Міне қамырымыз да тынып болды. Оны 1/3 бөлікке бөліп, әр бөлігін кішкене майда бөліктерге бөліп шығамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай кішкене бөліктерге бөліп шығамыз. Қамыр өте жұмсақ болды. Сол үшін бір пәсте бөлініп жатыр. Видеода көріп тұрғандарыңыздай кішкентай домалақша етіп тізіп шығамыз. Домалақ бөліктердің үстінен кішкене ұн сеуіп қоямыз. Ұнды қатты көп сеуіп жібермеңіздер, себебі жайып біріктірген кезімізде 4-4-ден жақсы бірікпей қалуы мүмкін. Міне диаметрі 8-9 см болатын дөңгелекше етіп қамырларымызды жайып аламыз. Және де 1 шай қасықтан фаршымызды салып, тура видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп түйеміз. Асты ашылып кетпеу керек, ішінен суы шығып, жабысып қалуы мүмкін. Дәл осылай барлық қамырларымыздың ішіне фаршымызды салып, осы видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп түйіп шығамыз. Міне барлығын түйіп алдық. Енді оларды 4-4-ден біріктіреміз. Олар жабыспай жатса, сумен осы видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп жабыстыруға болады. 4-4-ден біріктіріп, дәл осылай қоямыз. Барлығын осылай жасап аламыз. Енді 7 4-4-ден, біреуі 3-ден болып қалды. Міне біріктіріп алғаннан кейін үстін жұмыртқамен жағып шығамыз.
жұмыртқаны жағып болғаннан кейін күнжіт, седана өздеріңіз қалауларыңызға байланысты затты сеуіп шығамыз. Мен күнжітті алып сеуіп шықтым. Духовканы алдын ала қосып қоюларыңызға болады, немесе қойғаннан кейін қоссаңыздар да болады. 200-180 градус аралығында жайлап пісіріп аламыз. Міне қыздар, көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі пармуда самсаларымыз дайын болды. Көрінісі өте әдемі, иісі де бұрқырап тұр. Тамаша, үй жағдайларыңызда жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ұнайды деген ойдамын. Қонақтарға келген кезде де ерекше болып, столыңыздың сәнін ашады. Менің каналыма тіркеліп, комментарий жазып кетіңіздер.